бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздерге менде риза болайық. Қыз кезімде мен қатты махаббатқа сенгенмін ғой. Өте өмірдің бәрібір махаббаттан тұратын сияқты. Әкеге деген махаббат, мысалда, әкенің махаббатын аламаған қызымда, мысалы, мен сөйтіп, бұл енді психология, өзің ойлаш. Сосын қыз кезімде махаббат іздеп, сол махаббатыма жете алмаған қызым ғой. Сол қалпы ішкі дүниемде 18 жасар махаббат іздеген қыз қалып қалған менде. Біреулер айтады, жасың келді, немерең бар, қоймайсың ба енді, ұялмайсың ба, немерелерің ұялмайсың. Мен айтамын, немеремнің өзінің өмірі бар, баламның өзінің өмірі бар, менің өмірімде шаруасы болмасын ешкім деймін да. Өйткені мен өмір бақи әнімнің өзінде де өзің білесің ғой. Ғашық едім, сағындым сені, махаббатым, әнің бар соған байланысты. Бір жағынан өнер адам болғаннан кейін ба, махаббат іздеп келе жатырмын. Менің дүнием, менің жүрегімдегі махаббатта неге махаббат жоқ деп, ана үйленген кезде алданып қалып отырмын ғой. Алданып қалам ғой. Кімге? Бала сияқты алданып қалам. Некеңде? Алғашқы неке болсын, екінші неке болсын, үшінші неке болсын, алданып қалып отырмын ғой, әдемі сөзге. Жаным күнім дегенге. Ар жағында сен ылғи өзің сұхбатында айтасың, мен алданып қалдым, опық жедім деп. Сен қалам ғой. Оларды қалай кешірдің сен? Мен бір Аллаға тапсырамын да жүре беремін. Не істеймін енді? Әрине ішіңде қалады, бірақ сол іштегі қалған кешірімді шығару үшін мен ән арқылы шығарып жүремін. Шакизада, мысалы, қанша жылдан бері біз бірге келе жатырмыз сахнада. Сол кезде де мен сенің бірде-бір қабағыңды шытып, я бір ренжіп, я көз жасымды төгіп отырғанды мен көрген жоқпын. Бірақ сөзге қарасам, мен 18 жастан бері махаббатымды іздеп келе жатырым дейсің. Сонда сен махаббатыңды әлі тапқан жоқсың ба? Сонда сенің әніңе жағы себепкер болып отырған осы жігіттерге деген махаббат па, әлде көңілінде басқа да тағы мұң бар ма? Сен әкеге деген ренішім деп айтып қалдың. Мен соны түсінбедім. Ашып айтып берші соны. Енді бала кезінде, қыз кезінде әкең, мысалға, анаңа, өзің жақсы көретін анаңа қол көтерген кезде әкеңе ренжідім. Қатты ренжитін. Кешірмедің бе? Кешірем, неге кешірмеймін? Алла кешіріп атқаны мен неге кешірмеймін? Бірақ қыз бала, сол кезде көңілі қалып қалған қыз баланың, мысалға, енді иманды болсын, о кісінің қателігі үшін, әкемнің қателігі үшін мен Алладан күнде кешірім сұраймын. Өйткені пендеміз бәріміз қателесеміз. Мен де мүмкін бір жерде, болмаса бір жерде қателесіп атқан шығармын. Бірақ анаңның тағдырын сен қайталадың ба? Саған қол көтерді ме? Әрине, қол көтергендер бар. Сол үшін де мен айырылысып кеткен себебім де сол. Мен өмір бақи сонда мен Алладан сұрадым. Таяқ жеп жатқанда, өлетін жағдайға жеткен кезде Алладан сұрадым. Е Алла, маған басқа да әдемі өмір болса, сол өмірге мен алып баршы. Егер ол өмір мен үшін жоқ болса, мен қайтадан мына өмірден алып кетші деп Аллаға жалынып жылаған кездерім болды. Бірақ бір Аллаға шүкір рахмет, мені 180-ге айналдырып, бірінші жолдасымнан, баламның әкесі мысалға, екеуміз айырылысқан кезде мен керісінше жоғары қарай кеттім. Мына өнерде жұмыс, бала шағаның қамын ойлап, тек қана алға жүрдім. Өйткені Алла тағалам маған шынында да көмектесті, жол көрсетті, мүмкіндік берді, әлде де беріп жатыр. Мысалға да мен соған шүкіршілік жасаймын. Өйткені ертең күн не болатынын сен де мен де білмеймін. Сен ертең бір тұрмыс құруы мүмкін, дұрыс па? Ол қалай болатынын ешкім білмейді. Қыздардың жүрегі нәзік, ер азаматтар мықты деп айтамыз ғой. Тіреу, жалауым деп айтамыз. Бұл жерде сол тіреуім, жалауым болады ғой деген ер азамат деп соны жақсы көріп, күйеуге шығып, тұрмыс құра бастағанда, бірге тұрып жатқан кезде сөйлеген сөзімен жасап жатқан тірлігі сәйкес келмейді да. Соған ішің аши бастайды. Неге бұлай болды деп. Бұлар сол кезде басында, мысалы, қарым-қатынаста жүріп, мысалы, енді тұрмысқа шығам деп жүрген кезде бірде-біреуін көрсеткен жоқ па? Сыр білдіртпейді ғой. Мысалы, сен 18-де қыз емесін, алданып қалатын. Сыр білдіртпейді ғой, Жанар. Бәрі әдемі. Ал енді қазіргі таңдауыңа не себепкер болды, не түрткі болды қазіргі? Бұл жерде мен таңдап отқан жоқпын, мен таңдап отыр.
Сосын маған көбінесе ер азаматтардың қойған мынандай аты бар тағы да, қылықты келіншек деп. Негізі әйел қылықты болу керек екен. Бір сұрақ қояйын. Балаң келінін қалай қарайды, қалай қабылдады бұл шешімді? Бала келінім маған ештеңке айта алмайды. Өйткені менің өміріммен, қиыншылығыммен бірге келе жатыр олар. Менің жылаған кезімді көрген, қуанған кезімді көрген, қиналған кезімді көрген, өскенімді көрген, жүргенімді көрген, бәрін қолдап келе жатыр. Өйткені біз отырып үлкен кісілер сияқты сөйлесіп отырамыз. Ақылымызды бірін-бірімізге айтып, мен кейде балаларым тыңдаймын, балаларым мен тыңдайды. Анамыз осы жерде қателесті. Неге қателесті? Анамның өзінің өмірі бар. Өзі қалай өмір сүрсе де өзі біледі. Бақытты болсыншы анамыз деген сөз болды. Анашым, сіз бақытты болсаңыз, біз де бақыттымыз. Мен де соны айтамын. Балаларым, сендер бақытты болсаңдар, мен бақыттымын деймін. Ұзату той бола ма? Болмайды. Жігіттің жағдайы жоқ. Біз сізді Шахизада деп танимыз бәріміз. Қазақ елі Шахизада деп жақсы көреді. Әндеріңізді сүйіп тыңдаймыз. Дегенмен сіздің бала күніңізде лақап атыңыз бопты ғой? Документте арнайы ол жерде дұрыс жазылмаған дейді анам марқұм. Негізгі кішкене кезімнен құлағыма естілгені сол Шахизада Шахи ғой. Соған мән бермеген ғой, мен кішкене кезімнен жағы куәлігіме ешқандай мән бермеген. Кейін өсе келе енді қарайсың да, оған да тағы да көп мән бермейсің. Уақыт жоқ өткен енді, сол ананың бәрін ауыстыру керек деген сияқты, оның керек не? Құжат бойынша есіміңіз кім болып тұр? Құжат бойынша Захизада, мен екеуі ауысып кеткен ғой. Демек, құжатыңызда Захизадасыз, өмірде Шахизада. Азан шақырып қойған есімім Шахизада. Отбасын құрған кезде ғана кішкене сондай бір түсініспеушіліктер болады. Өнер адам болғаннан кейін барған жерде той болсын, концерт болсын, мені Шахизада әнші деп келіп амандасып қолымнан сүйіп жататын жігіттер болады. Биге шақыратын біреу енді ойында ештеңесі жоқ қой енді. Сондай кезде ер азаматыммен екеуміздің арамызда көп дұрыс сөздер болмайды, ойлары бұзылып, неге ол сенің қолынан сүйді, ол кім деген сұрақтар жиі естисің да, сол кезде ойлайсың да, бекер күйеуге шықтым ба деп. Мен әптен үйреніп қалдым ғой, өнерде жүріп бостандыққа үйреніп қалғам. Сосын мен халықпен бірге, көрермендермен бірге, әріптестермен бірге болмаса мен ауырам ғой. Бір орманда жалғыз қалып кеткен бір жануар сияқты болып қаламын ғой шынында да. Етіп жан-жағыма барсам ешкім жоқ деген сияқты. Ондай өмір сүргім келмейді. Мен жан-жағым бәрінде өнер адам болсын, жақсы адамдар болсын, бәрімен араласуым керек. Бір сұхбатыңызда айтыпсыз, екінші некеңіз сәтсіз аяқталғаннан кейін ешқашанда еркек затына сенбеймін деп. Осы ойыңызда әлі тұрсыз ба, әлде өзгерді ме? Енді әйеліміз ғой енді. Енді жанымыз нәзік қой, қанша дегенмен. Генерал, мықтысың дейді, бәрібір жанымыз нәзік, жүрегіміз әлсіз, бәрібір қалай айтса да табиғаттың жаратылысы сол. Сондай кезде ер азаматтың қасында әдемі сөздерге сынып қалатын әйелдеріміз. Бір жағынан сезімтал, эмоцияға қатты беріліп кететін, мысалы, өнер адамдар сондай ғой, эмоцияда жүреміз әрдайым. Маған көбінесе айтады, психологтар айтады, ішіңізде бір 18 жасар қыз отырған сияқты дейді да. Өйткені сіздің үнемі сіз көңілді жүрсіз. Иә, күліп, әрдайым сондай жарқырап, көзіңіз жанып, сөйтіп бір ізденісінде бір жерде тұрмайсыз, бір мұңайған кезіңізді көрмеймін, үмітпенен өмір сүретін дейді. Сол үмітпен жүреміз ғой. Иә, сөйтіп жүріп, үшінші күйеуге қалай алданып қалған білмеймін ғой. Ол енді алданып қалдым. Ашығын айта салайын. Бір кезеңдерде болады ғой, жалғыздықты сезінесің ғой, әйелі болып. Сол бір кезде менде бір сынақ болды ма, Алла тағалам сынады ма, бір ауыртпашылық, бір өмірімде де былай болып кетті. Жалғыз өзім қалып кеткен сияқты, ешкімге керек емес сияқты болып, бір түрлі бір шаршаулар пайда болды. Өмір шаршамаймын ғой, мысалы, Құдай шаршатпасын. Сөйтіп жүрген кезде үшінші жігітке ұсталып қалдым ғой, үш ай тұрдым ғой. Стамбулда үш ай тұрдым ғой. Бірге тұрып көргеннен кейін көрдім да, ойбай, мына болмайды екен деп кетіп қалдым. Өзінен іздемейді да қателікті. Қателікті жалпы адам өзінен іздеу. Әрине, бірінші өзінен іздеу керек қой. Мысалға мен тұрмыс құрғанда да, ажырасқанда да, басқаша бір өмір кезеңдерде менің өміріме ешкім кінәлі емес, әке-шешем де кінәлі емес. Мен өзім кінәлімін бәріне. Өзімнен іздеуім керек. Қателескем, ана жерде шалынғам, мына жерде қателескем, мына жерде тұрып қайтып кеткем. Ол енді өмір ғой. Өмірде жағы болады, ақ пен қара бірге жүреді ғой әрдайым. Соның бәрін егер дұрыс қабылдасаң, дұрыс білсең, соған жауапты табасың өзің. Жалпы әйел бақытын сезіну үшін әйел адамға
жақсы жар таңдау керек деп айтыпсыз бір сұхбатыңызда, дұрыс па? Әйел бақытын сіз сезіне алдыңыз ба осы уақытқа дейін? Бір кезеңдер болады ғой. Сәттер болады, Сәттер болады. 100%-ның ішінде бір 50% бір әдемі сәттер болды ғой. Күндер болды, түндер болды, айлар болды, жылдар болды демекші. Сондай бір кезеңдерде әйел өзін бақытты сезініп, көбінесе мысалға жақсы күндеріңді, жақсы адамдарды, сол адамдардың жақсылығын, сосын бір керемет өзіңнің бақытты сезінген кездеріңді ұмытпай, қиын кезеңдер сол бір жақсы кезеңді есіңе түсіріп отырсаң, саған жеңілді өмір. Бақытты әйелдің формуласын қалай сипаттайсыз өзіңіз? Мысалы, сіз бақыттысыз. Аллаға шүкір. Мен сізді айтар едім, жақсы көретін жарыңыз, бала шағаңыз бар, үй жайыңыз бар. Сіз бақыттысыз, мен сізге айтар едім. Досым айтады ғой, оны ашық айтайық. Кейде жазады да, мысалы, сағынғанын айтады. Досым бар ғой енді, араласып жүрген, жақсы араласып жүрген, жақсы көретін адам. Психологтардың өздері айтады. Ер азаматтар әйелді қалай сүйеді, қалай жақсы көреді, неге жақсы көреді? Бірінші иісінен. Әйелдің бойындағы табиғи иіс болады, сосын әтірдің иісі болады. Соған байланысты анау адам мұрнына әдемі иіс келгенде көздері жайнап, сол әйелге барғысы кеп, сол әйелмен араласқысы кеп, сол әйелдің қасында болғысы кеп, ұмтылыс басталады екен да. Сол сияқты мен де өткенде досым айтады ғой, сағындым сені дейді. Сөйтіп жазып қойғамда, сөйтеді астына жазады, иісіңді сағындым деп. Досым деп айта берем, өйткені күйеуім емес, мысалы, оны өйтіп айта алмаймын ғой. Бірақ жақсы көретін адамда сол ғой. Сіздің айтып отырған досыңыз жайлы сұрағым келіп отырды. Оны сіз жақсы көресіз, ол сізді жақсы көре ме біріншіден? Бұл жерде екі жақтан да сезім болмаса, ол ондай әңгіме шықпайды. Әңгіме шықпайды, иә? Екіншіден, ол досыңыздың отбасы бар. Айта алмаймын, ол менің жеке өзімнің өмірім. Жеке өмірім, жеке жүрегімдегі жүрген адамым. Сондықтан мен ондай нәрсені айтпаймын. Басы бос қой досыңыздың. Сіз мысалға табиғатқа, таза ауаға, тауға не үшін шығасыз? Не үшін шығасыз? Таза ауа жұту үшін. Иә, таза. Сосын әдемілікті көру үшін. Бұл табиғи келеді бұның бәрі. Адамның бойына табиғи келеді. Сосын сіз тауға шыққан кезде ана самал жел, иіс қандай әдемі, кеткіңіз келмей тұрады ғой ана жерде. Тура сондай жақындық. Сосын жақындатады да. Енді бұл досыңызбен ақыры жақын екенсіздер, ойларыңыз бір жерден шығады екен, сезімдеріңіз шынайы екен. Бірге болуға не кедергі? Біз біргеміз, иә. Жүрегімізбен біргеміз. Бұлай екеуміз екі жақта тірлік жасағанмен, жүрегімізбен біргеміз. Сосын енді ол әр нәрсе өз уақытымен